Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен өте оңай жасалуы, құрамы қарапайым, жылдам дайын болатын үгітілмелі печеньенің рецептімен бөлісемін. Құрамы 4 заттан тұрады, яғни ұн, шекер, бір жұмыртқа, сары май және де разрыхитель қажет. Бұл печеньемнің басты тәттісі осы M5 тәттімен әсемдеп жасайтын боламыз. Ыдысымызға сары майымызды саламыз, үстіне електен өткізіп, ұнымыздың жарты бөлігін салып, ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Егер майларыңыз қатты болса, үкіштің көмегімен өткізіңіздер. Менікі орташа, яғни кішкене еріген сары майым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алды. Үстіне қалған заттарымызды саламыз, яғни жұмыртқамызды, қантымызды және де қамыр қопсытқыш разрыхителімізді саламыз. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Енді 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. 20 минуттан кейін алып печеньемізді жасайтын боламыз. Холодильниктен қамырымызды аламыз. Енді осылай колбаска қылып, осылай сопақша қамыр жасаймыз. Сосын осылай мен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Егер тараз болса, таразға өлшеп жасасаңыздар болады. Мінекей осылай домалақ пішінге келтіреміз. Егер де сіздерде печенье кесетін түрлі формалар болса, сондаймен жасауға да болады. Өз қалауларыңыз бойынша енді формасын жасау. Осылай печеньелерімізді формасына келтіріп алдық. Енді қызып тұрған табамызға салып шығамыз. Кішкене арасын ашып-ашып салыңыздар, себебі піскен уақытта печеньелеріміз көтеріліп піседі. Сол кезде жабысып қалмауы керек. Енді кішкене қолымыздың көмегімен үстін осылай басып жібереміз. Формамызға салып алды қамырларымызды. Енді бетіне M5 тәттімізді саламыз. Яғни бір ұштықтан салсаңыздар жарайды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Бар болғаны 20 минут қана уақытыңызды алатын печеньеміз дайын болып шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан песочный печенье, яғни үгітілмелі. Мінекей жөп жұмсақ, ауызда салса еритін. Мінекей дәмі деген күшті шығыпты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Назарларыңызға рахмет.